Сәлем достар, барлығымыз домбыраның қазақтың ұлттық аспап екенін, қазақпен бірге жасасып келе жатқанын анық білеміз. Алайда домбыра қалай жасалынады, оның қандай қиыншылықтары бар, оны біле бермейміз. Сондықтан да біз бүгін арнайы домбыра шебері Болат ағамызға келіп отырмыз. Қазір Болат ағамыздан домбыраның қалай жасалатындығын білетін боламыз. Кеттік. Жалпы біз домбыраның қалай өмірге келетіні жайында, оның қандай қиыншылықтар бар, домбыраны жасау үшін әуелі неден бастайды, сол туралы көрерменге ақпарат беру үшін сізге арнайы келіп отырмыз. Ал енді жаңа сұрағыңа жауап берейін. Енді оның істеу тәсілдері қазір айтып өтейін. Бұны жасау үшін мына жинайтын өзі домбыраны жинайтын қалып болады міне. Енді қалыпқа сосын міне мойынды бекітеміз. Мойынның басы міне. Мына мен жерге тесілетті екі құлақ салынады. Осы қалыпқа біз шанақтарды жинаймыз. Домбыраның артында міне тұғыр дейтін болады міне. Енді шанақтарды міне жинаймыз бұлай. Мынау бәрі жік-жігімен келу керек. Бір домбыраны толық жасап шығу үшін қанша уақыт кетеді? Уақыт оны істеу оңай. Бұны кептіріп отыру керек. Сонда оның дауысы жақсы шығады. Бұл жерге мына бет тақтай дейтін тақтай міне. Бұлай жабылады. Сосын бұл жерде екі серіппе дейтін болады. Ол ненің ішінде көрінбейді. Домбыраның ішінде тұрады. Екі серіппе. Мынаның жуандығын, қалыңдығын ақырын алып отырып, дауысты осымен үргілер өйтісі. Сосын мына жерге шпон саламыз. Қарағайдан саламыз, шыршадан саламыз. Әртүрлі бедерлермен салуға болады. Иә, әртүрлі. Міне, мына домбырада көрініп тұр ғой міне. Ою өрнекпен. Иә, ою өрнекпен. Сүйекпен де. Мынау сүйек міне, мынау сүйек. Сүйек. Бұның барлығы яғни дыбыс шығуға әсері бар ғой. Жоқ, бұл мынаның дыбыс шығуға мынаның әсері жоқ. Мынау мына жерде жырылмағаш үшін осын мынаны салады. Иә, ойнағанда тесіліп қалады мынау. Мынау қатты ағаш. Болғаннан кейін лакпен жағамыз бәрін, мойынды. Сосын бунақтарын байлаймыз, сосын тек саламыз, мына жерге құлақ. Ал пернелерін орнату үшін өзіңіз нота білесіз бе, әлде арнайы нота білетін? Жоқ, оның шаблондары бар, шаблонмен ол бәрі бірдей ғой. Мынаның ұзындығы 48 сантиметр. Яғни перне жасаудың да өзіндік бір қалыбы бар десеңіз. Иә, домбыраның бағасы неғұрлым оның жасалатын материалына байланысты. Оңай табылса, өзіміздің елден жақын жерден табылса, онда домбыра арзанға жасалынады. Ал егер сіздер домбыраны өте қымбат ағаштан, өте сапалы болғанын қаласаңыздар, оны Алматыдан, тіпті біздің елімізде емес, Африкадан да арнайы ағаштарды алдырып, одан жасатады екен. Сондықтан көп қаражат, яғни материалын әкелуге кетеді екен. Ал енді ағамыздың қолынан шыққан тамаша домбырамен бір ән орындап көрейік. Осы домбыра күніне сіздерге тарту болсын. Ақ сиса, қызылы сиса, сиса, сиса. Қалмайдау кімдер жаяу зорлы қылса. Аттыдан жаяу жүріп кек аламын. Жігіттері шаман келсе маған ұқсай. Игигай, гигай, 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 гигай. Игигай, гигай, гигай, гигай. Аттыдан жаяу жүріп кек аламын. Жігіттері шаман келсе маған ұқсай.